Әбілхан Қастеев атындағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік өнер музейінде Әбілхан Қастеевтің мемориалдық залында суретшінің 115 жылдығына арналған дөңгелек үстел өтті. Әбілхан Қастеевтің қарапайымдылығы сол сауалнама толтырып отырып, ол сурет салуға өздігінен үйренгенін жазған. Әбілхан Қастеевтің қарапайымдылығы сол сауалнама толтырып отырып, ол сурет салуға өздігінен үйренгенін жазған. Десе де, біздің музейге соның аты берілген. Біз әлі де ұлы суретшімен теңесуге талпынамыз, адалдыққа үйреніп, оның өмірге деген көзқарасын қағаз бетіне шебер түсіре алу қасиетін бойымызға сіңіруге тырысамыз. 2004 жыл бізде ЮНЕСКО жылы болып бекітілді. Маңызды даталар өте көп. Жалпы Әбілхан Қастеев әлем тарихына енген адам. Әбілхан Қастеев ұлттық кескіндеме мектебінің пайда болуы мен қалыптасуына негіз болды. Кедей отбасына шыққан бала әкесінен ерте айырылып, мал бағуға мәжбүр болады. Кейіннен түрксібтің құрылысына қатысады. Өміріндегі қиыншылықтарға ерегіскендей дарынының және еңбекқорлығының арқасында алдымен Алматыға, сосын 2 жылға Мәскеуге суретшілік оқуға барады. Шығармашылық жылдарында Қастеев қазақ халқының әрқилы өмірін бейнелеген 2000-нан аса кескіндемелік және графикалық туындыларды жарыққа шығарды. Әбілхан Қастеев әр картинасын салмас бұрын олардың нобайын жасаған. Енді барлық еңбектер біздің музей қорында сақтаулы.